Сәлем, біз қазіргі уақытта қалада сауалнама жүргізіп жатырмыз. Және де менің сұрағым, сен пластиктың қанша жылдың ішінде ыдырайтынын білесің бе? Иә, 150 және 200 жыл. Пластиктың түрден олар мүмкін 100 жылдан асатын шығар. Көп уақыт кетеді ау деймін ыдырауына. 5-7 деп ойлаймын. Енді пластиктің несіне де байланысты құрамына. Ішінде ыдырайтын. 50 жыл ғой? Дұрыс, бірақ та негізінен пластик одан да көп уақытта ыдырайды. Бұл дегеніміз 450 жылдан бастап 1000 жылға дейінгі уақытта. Бұл дегеніміз өте ұзақ уақыт, және де бұл табиғатқа өте зиян болып келеді. А сіз қалай қоқысты сұрыптау керегін білесіз бе? Толық білем деп айтпаймын, бірақ аз-маз білеміз. Әрине, біздің үйде де сондай екі түрлі қоқысқа арналған контейнерлер бар. Соң бізді үйде оларды жеке-жеке салып, жеке саламыз ішіне. Сары ол пластик, жасыл ол бытовой отход дейтін. Иә, керемет, рахмет сіздерге. Негізінен органикалық заттарды, то есть тамақты, және де сол сияқты қоқысты жасыл контейнерге лақтырады. Ал қайтадан өңдейтін мусорды, то есть пластик және де техниканы оны сары контейнерге лақтырады. Енді білеміз, рахмет көп. Сау болыңыз.